Алтын добарнасының алтындай достары, ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Ең жақсы спорттың жанкүйерлері. Алтын добарнасына қош келдіңіздер. Оның жүргізушісі мен Мақсат Манабұлы. Бүгінгі біздің арнамыздан көретін ақпараттарыңыз мынандай. Тұғырлы Тоттенхэм келесі маусымда чемпиондыққа таласқысы келеді. Өте мықты трансферлер жасап жатыр. Ал Реал Мадрид болса Килиан Мбаппенің жанына өзінің деңгейіндегі бір шабуылшы қосқысы келеді. Бүгін Португалия Хорватия ойнайды. Әлем чемпионатының қызықтары да бізде. Осы және басқа да футбол ақпараттары сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Сіздер еңбегімізді бағалап, лайктарыңызды басып арнамызға жазылып қойсаңыздар, өте қуанышты болар едік. Әдептен озбай, көп созбай бастайық. Кеттік. Бүгінгі ақпараттарымызды Барселонаның жаңалықтарынан бастайық. Барселона әйтеуір Ансу Фатиді сатты. Ресми түрде өздерінің сайттарына жариялады Ансу Фатиді Монакоға сатқандарын. Одан кейін Монакода өз ресми парақшаларында жариялады Ансу Фатидің өздерінің ойыншысы атанғанын. Ұзақ мерзімге алды десек те болады. 2030 жылдың жазына дейін Ансу Фатимен келісім шартқа отырды Монако. Барселонадан 11 миллион евроға ғана сатып алды Ансу Фатиді. Ансу Фати елсенген, келесі Месси деген сенімдерді ақтамады. Тағы да бір кеңнің дегізіп қойын Барселонаның жанкүйерлерінің есіне салып, осы Ансу Фатиді кезінде Манчестер Юнайтедке 100 миллион евроға сатпай қойған еді. Бірнеше жылдардан кейін мінекей Монакоға 11 миллион евроға ғана сатты, және де тек жалға жүрді. Барселонаға ешқандай да көмегі тиген жоқ деп толықтай айта аламыз. Ал енді Барсаның ақпараттарын жалғастыратын болсақ, Челсидің қазіргі бас бапкері Хави Алонсо Кубарсиді алғысы келеді екен, және де Эль Националь басылымының айтуынша Кубарсиға, Барселонаға Кубарси үшін 80 миллион евро беруге дайынбыз деп Челси ұсыныс жасаған, бірақ та Барселона бірден бас тартқан екен. Ханси Фликтің айтуынша Кубарсиді ешкімге де сатпаймыз, Кубарси маған керек деп нақты айтқан екен. Бірақ та Эль Националь айтады, Челси клубы тағы да сәл бағаны өсіріп Барселонаға ұсыныс жасайтын болады дейді. Барселонаның фанаттары болса, Челсидің фанаттары болса, сұрақ: Челсидің фанаттарына Кубарси керек па? Және Барселонаның фанаттарына Кубарсиді сатқан дұрыс па, алып қалған дұрыс па? Бірақ енді сатқан күннің өзінде де оның орнына тағы да біреуді алуы керек. Қазір арзан ойыншы жалпы базарда жоқ дейікші, трансферде қазір арзан ойыншы жоқ. Сәл ортадан жоғары деңгейлі бір ойыншы болса, бірден 80 миллион, 100 миллион деп отыр. Қазір бағаларды өте қиын болады, Барсаға сатпағаны да дұрыс шығар. Әлем чемпионаты өте қызықты болып жатыр. Біз күткен фавориттер жеп тастап жатқан жоқ. Әйтеуір аман есен қалықпағандарына шүкір деп жатырмыз. Камбэкпен шығып жатыр. Енді США осы өз елінде өтіп жатқан әлем чемпионатында жақсы бір деңгейге шықсам деді. Біздің құрметке лайықты, біздің дегеніміз Тоттенхэм жанкүйерлерінің құрметіне лайықты Почеттино қазір ақшты біраз жерге апарсам деген мақсат бар, және соған лайықты келе жатыр. Кеше жеңіске жетті. Бельгияны айтатын болса, Бельгия ұлттық құрамасы кеше Сенегалдан жеңілді, негізінде болды, бітті деп отырған болатынбыз. Ойынның қызығы жоқ, мәні жоқ деп, бірақ Сенегал 75-80 минутқа дейін ғана шамасы келді. Одан кейін шынымен де шаршағанын байқадық. Одан кейін Бельгия оталды. Ең қызығы бір 10 минут қана, 15 минут қана шыдай алмай қалды. 86 минутта Лукаку, 89 минутта Тилеманс гол салды, теңестірді. Ең бір жаманы, Сенегал үшін өкініштісі, 120 минутта Сенегалдың қақпасына пенальти қойылды. Тилеманс оны да салды. Осылайша Бельгия ары қарай өтті. Одан кейін Англия Конгодан ұшып кете ма деп шошып кеттік бәріміз. Енді мен өзім Англияның жанкүйері болғандықтан қатты қорықтым. Бірақ Англияға ары қарай да қатты сеніп отырған жоқпын. Негізінде Конгоның өзі шайқап жіберіп жатқанда Англияны ары қарай қалай болар екен дедім. Решфорд деген ағашты мүлдем шығарып қажет жоқ екенін түсіндім. Талай нәрсені түсіндік, бірақ енді ары қарай дұғамен бірдеңе қылып алып шықпасақ, ойындарымен алып шыға алмаймыз ау мына Англияны. Өте қиын ойын болды. Әйтеу Құдай берген бастарына бағына Харри Кейн бар. Харри Кейн тұғырлы Тоттенхэмнан шыққан ойыншы ғой бұл да. Осы Харри Кейн аман алып қалды, әйтеуір дубль жасап ойын соңында аман алып қалды. Ұрпағың көбейгір, өсіп өңгір.
Қарекең үлкен рахмет. Енді бүгінгі ойын қандай ойын десеңіздер, бүгінгі ойын нағыз орталық ойын. Ол Португалия ұлттық құрамасы бүгін Хорватияға қарсы ойын өткізетін болады. Достар, енді Хорватияда ойын бар, командалық ойын бар. Португалияда командалық ойын жоқ. Португалия Конгоны жеңе алмады, Колумбияны жеңе алмады, Өзбекстанды ғана жеңді деген болжамдар әртүрлі өте көп. Бірақ та Португалияда ойыншылар бар ғой, ойын болмағанмен де. Әйтеуір біреуінің ойыны жүрсе, бәрінің ойынын құрайтын мықты ойыншылар бар. 11 ойыншы Португалияның әлемдік деңгейдегі жұлдыздар. Ал Хорватияда саусақпен санарлық бір 3-4-еуін табасың ба, таппайсың ба. Сондықтан енді өте бір Португалия бүгін 1-2 ойыншы ең болмаса ойынды жүргізетін болса, жай ғана ұтып кетуі мүмкін Хорватияны. Португалия Хорватияның ойыны жайлы толық ақпараттар, тікелей эфирлар, футбол жаңалықтарының бәрі біздің ресми телеграмда екенін сіздердің естеріңізге бір сала кетейік. Ресми телеграм арнамыздың сілтемесі осы видеоның астында бекітілген комментарий бөлімінде тұратын болады, достар. Тұғырлы Тоттенхэмді бүкіл әлем айтып жатқан кезде жанкүйері бола тұрып мен неге айтпайды екен. Бүгін енді бір мақтанатын күн. Өткен маусымның бәрінде қабая, ойбай, ау-мау деп жүредік. Қазір енді көкірек керіп тұр. Чотам! Келесі маусымда мысалы мен айтып жатырмын, Ливерпульдің жанкүйерлеріне, Арсеналдың жанкүйерлеріне, Сити, Юнайтедтің жанкүйерлеріне айтып жатырмын. Келесі маусымда Тоттенхэммен өтетін ойындарды бірге көрейік, бірге отырып көрейік деп. Былтыр ондай дух жоқ болатын, қазір күшейдік. Себептерін айта кетейік. Енді өздерің білесіздер, қорғаныс деген бетондап тастады қорғанысты. Робертсон келді, Сенеси келді. Сенеси деген жалпы осы Бормундта жалпы АПЛ-дағы үздік орталық қорғаушы ғой. Ван Хикке келді, ол да үздік орталық қорғаушы. Ван Хиккені ғана сатып алды. Сенеси Робертсон еркін агент ретінде келді. 60 миллион евро Ван Хиккеге кетті. Одан кейін міне тағы да маған керекті ойыншыларды Дедзерби, маған керекті ойыншыларды алып беріңдер деді. Және де эффект Дедзербидің қол астында жұмыс жасағысы келгендіктен келіп жатыр бұл ойыншылар деп толықтай айта аламыз. Және де Дедзерби маған Матеуш Фернандеш керек деді. Вест Хэмнің ойыншысы, бұған талай клубтар таласты. Ең соңында Манчестер Юнайтед қалған болды. Манчестер Юнайтед қалды таласқа. Осы Манчестер Юнайтед пен Тоттенхэм таласты. Одан кейін Манчестер Юнайтедке сен сияқтылар и так жетеді, клубтың санын көбейтпей кетші деді ғой. Манчестер Юнайтед кетті. Матеуш Фернандешті алып алды. Және Сандро Тоналиға таласты талай клуб, тағы да таласты. Арсенал бір кіріп шықты, анау кіріп шықты. Манчестер Сити, ең соңында Манчестер Ситимен қалды Тоттенхэм. Таласып атқан кезде көршіңнің артынан кет бар деді ана. Манчестер Юнайтед кетті жаңа, соның артынан кет. Құры бар деді. Сонымен Манчестер Сити кетті. Тоналиді да жұлып алды. Тоналидің өзі жалпы басқалармен сөйлеспей қойыңдар, мен Дедзербидің астында жұмыс істегім келеді, Дедзербидің қол астында ойнағым келеді деді. Екеуі бір елден, бір қаладан деген сияқты. Енді Дедзербиге алғыс айтамыз. Мен сіздерге бағасын айта салайын. Матеуш Фернандешті 97 миллион евроға алды. Ал Сандро Тоналиді 117 миллион евроға алды. Матеуш Фернандешті ресми Тоттенхэмнің ойыншысы ретінде таныстырып тастады. Тоналиді ертең таныстырады. Бүгін медициналық тексерістерден өтеді Тонали. Негізі жалпы Тоттенхэм деген ең бай клубтардың бірі ғой. Бұл жайлы тағы да бір әңгімелесе жатармыз. Тағы да бір қызықты фактылар бар, сіздер охо деп қалатын. Бірақ енді бұған дейінгі бапкерлер бұл клубтан ақшаны шығара алмады негізі. Ал Дедзерби шығарып жатыр. Бұл жайлы да бір айтамыз сіздерге, бәрі қалай болып жатқанын. Ал енді жалпы Тоттенхэм жанкүйерлері бар болса, менен басқа құтты болсын. Ал енді Тоттенхэм жанкүйерлері жоқ болса, мені құттықтап қойыңыздар. Үлкен рахмет. Тоттенхэм келесі жылы бір нәрсеге таласады-ау деп отырмын өзім. Ливерпульді айтсақ, достар, осы Мұхаммед Салахтың орнына бір вингер іздеп жүрген клубты ғана елестететін болдық. Ливерпульда бұл жер ғана емес, ақсап тұрған негізінде қорғанысы да бар. Каната кетіп қалған өздеріңіз білесіздер. Сондықтан да бір жақсы қорғаушы алғысы келеді. Және де ол қорғаушыларды тапқанда тәрізді. Ол қорғаушылар осы Ливерпульдің жаңа бас бапкері Андони Ираоланың өзінің қол астында жұмыс істеп кеткен. Осы Андони Ираоланың кезінде жарқыраған қорғаушыларды қайтадан өзімен бірге жұмысты бастағанын қалайды. Оның бірі Илья Забарный. Осы Забарный Парис Сен-Жермен 40 миллион евроға сатып алған болатын, бірақ та Парис Сен-Жерменге барып ашыла алмады, ары қарай өрби алмады. Сондықтан Парис Сен-Жермен сатуға дайын. Парис Сен-Жерменнен осы жылы жалға алып, келесі жылы сатып алғысы келеді. Оның ойынын, өнерін бағалағаннан кейін барып. Және де екінші қорғаушы ол Дин Хёйсен. Осы Ираоланың қолында жұмыс жасап кеткен. Бұл да Дин Хёйсенді Реал Мадрид алған болатын, аттай қалап. Хави Алонсоның өзі алды. Осы ойыншы маған керек деп, бірақ та Реал Мадрид
Мадрид да, Хави Алонсо да күткен ойыншыны Динхойсын толықтай көрсете алды деп айта алмаймыз. Енді орталық қорғаушылардан жақсы қорғаныс жасап алды. Реал Мадрид сатуы да мүмкін, бірақ Ливерпуль бұны да бірінші жалға алып, одан кейін бағалап сатып алғысы келеді. Ливерпульдің жағдайы осындай, қазіргі таңда қорғаушы іздеп жатыр. Барселона айтылған жерде Реал Мадрид айтылу керек енді. Реал Мадридтің де ақпараттарын айтайық, себебі өте қызықты ақпараттар бар. Реал Мадрид жайлы. Реал Мадрид шабуыл шалғысы келеді. Енді осы трансферде кәдімгі қатты жұмыс жасап жатыр. Реал Мадрид шабуыл шалғысы келеді, вингер алғысы келеді, соның ішінде Мбаппеге көмектесетін вингер алғысы келеді. Ол кім? Әрине дұрыс айтасыз. Ол Майкл Олисе. Майкл Олисені қатарға қосу үшін осы Флорентино Перес барын салып көретін болады. Әлбетте оны 170 миллионға да 180 миллионға да ала алмайды. Егерде қатарларына қосқысы келсе, бір 200-220 миллион евро беріп, сәл сөйлесіп көруге болатын шығар Баварияда. Баварияда өзінің осындай лидерін, көшбасшысын, барлық шабуыл жасап, барлық голды құрап беретін ойыншысын жібергісі келмейтіні белгілі. Бірақ енді осы Францияда ойнап жатқан кезінде Мбаппе мен Олисе бір-бірін қалай түсінеді. Олисенің пастары кесіп берген Мбаппеге қандай ғажап, мынандай тандемді енді Реал Мадрид ақылы болса жұлып қалу керек. Тіпті осы Олисе, Майкл Олисені ала алмаған жағдайда Хвича Кварацхелиға көз салып қойған екен. Реал Мадрид басылымдардың айтуынша Хвича Кварацхелимен де сөйлесіп көргісі келеді. Ал енді кейбір ақпараттардың бізге жеткізілуіне байланысты Винисиусқа айырбас ретінде көруі мүмкін Хвича Кварацхелиді. Реал Мадридтің жанкүйерлері болса, Хвича Кварацхелидің келгені дұрыс па, Майкл Олисенің келгені дұрыс па? Мен сіздердің жауаптарыңызды біліп отырмын, бірақ сонда да өз пікірлеріңізді жаза отырыңыздар, және де неге олай ойлайсыз, соны да жазып қойсаңыз тіпті керемет болар еді. Бүгінге осы достар, назарларыңызға рахмет. Бізбен бірге болыңыздар. Біз сіздер үшін жиі футбол ақпараттарын шығаратын арнамызға жазылып қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар, достар.